Мен қазіргі заман педагогымын. Мен Бейсенәлі Сандуғаш Дәуренқызы 1995 жылы 12 сәуірде Сарыағаш ауданы Абай ауылында дүниеге келдім. Ата-анамның тәрбиесі мен қолдауының арқасында 2012-2016 жыл аралығында Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеттің ағылшын тілі пәнінің мамандығын алып шықтым. Қазіргі таңда осы мамандық бойынша ең алғашқы еңбек жолымды 2021 оқу жылында Ақ-Алтын жалпы орта мектебінен бастадым. Ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, егін еккен диханда, жаңалық айтатын журналистте бәрі ұстаздан білім алған емес пе? Әр мамандықтың өз қиындығы мен қызығы бар. Ағылшын тілі қазіргі халықаралық тіл болып есептеледі. Қанша тіл білсең, сонша адамсың деп Абай атамыз айтқандай, тіл үйренудің зияны жоқ. Көп тіл білетін адамның қоғамдағы орны ерекше. Мектеп оқушыларының ағылшын тілінің оқуы, білім алуы келешегіне үлкен көмек береді. Мектеп маған көптеген тәжірибелерді, мүмкіншіліктерді берді. Соның арқасында 2022 жылы сәуір айында бірлестіктің апталығында ұстаздарымның тәжірибе алмасып, алғашқы ашық сабағымды жоспарлап өттім. Жоспар барысында тәжірибелі ұстаздардан түрлі әдістер үйрендім. 2021 жылы біліктілігімді арттыру үшін курстарға қатысып, жаңа бағдарламалармен таныса бастадым. Тіл мерекесіне орай тілдер орталығы ұйымдастырған аудандық тіл шебері атты байқауға қатысып, алғыс хат иегері атандым. Ағылшын тілін білу сән емес, бұл заман талабына сай үлкен білім екені барлығымызға анық. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.